Сәлем достар, сендермен мен Адис. Бұл видеода біз менің бір күндік өмірім және бір күндік косяктарым туралы айтатын боламыз. Ал кеттік. Ал Бекзат мырза, бүгінгі сабақ туралы өзіңіз әңгімеңізді айтсаңыз. Бүгінгі сабақ күшті отырады. Қазіргі уақыттағы сабаққа қандай зат айтасыз? Ал Сабақты Oh yeah, baby. дамыту үшін қандай зат айтасыз? Білімді дамыту үшін. Я достар, сағат 2 болып қалды. Қазір мен Ахметжанға доп тебетін боламын. Үйде жай футбол ойнап жатырмыз. Міне доптың өзі. Қазір бір удар жасап жүрейік. Мән бермейміз де себебі сондықтан ал кеттік ал достар. Ағылшынға барамыз. Достар, мен ағылшынға бара жатырмын. Жет көріп тұрсыздар. Алда ағылшын. Жаңа музыка. Мен музыка деппін ғой. Дүкенде болғанда өте қатты қиын болғандықтан мен сіздерге дауыс дұрыс шықпай қалған шығар, мен қалтама салып қойдым. Мен қалтаға жатып жатқан. Енді подписчик көбейгесін. Соған куртка алсам деп қатты. Так. Біз енді ал давайте, достар. Иә достар, сендермен мен Адис. Так, бұл видеоның соңы болғандықтан міне мен қай жақтан қайтып келе жатырмын. Ағылшыннан сағатты қараңыздар, уақыт қанша болғанын. Сағат 5 болып қалды. Ештеңеге желание жоқ. Мынау менің үй жағым. Мына жақта міне машина тұр. Ана жерге машина келе жатыр. Мен Сәкен Сейфуллин көшесі. Өте әдемі көше. Ал енді достар, осымен видео аяқталды. Менімше қызықты заттар болса тағы түсіреміз. Ал кеттік ал. Иә достар, осымен біздің видеомыз соңына дейін таяп қалды. Бүгінгі өзімнің күнімді сіздерге көрсеткен болатынмын. Таңертең сабаққа бардым. Одан келе жатқанда сабақтың ішінде де өте қатты қызықты сәттер болды.
одан келе жатқанда да қызық сәттерге жолықтым, бірақ ол кезде видео түсіріп үлгермедім. Және де одан үйге бардым, үйде уақыт болмағандықтан кішкене футбол ойнадым. Одан кейін қай жаққа бардым? Мен ағылшынға бардым. Ағылшынға барып қайтқаннан кейін ешқандай менің қолым бос болған жоқ. Осы уақыттың бойы, қазіргі уақытқа дейін осы уақытқа дейін ешқандай уақытым болған жоқ. Себебі өз үйімде көптеген заттар жасадым, қиындықтар болып жатыр да. Осымен видео аяқталды. Достар, каналға жазыламыз. Мына жерде колокольчик деген зат бар. Сол колокольчикті басып қойып, мен жаңа видеоларымды көре алатын боласыздар соның арқасында. Және де осы видеоның астына маған сұрақ жауап қойыңдаршы. Сұрақ қойыңдаршы. Алдыңғы видеода мен сіздерге айтқан болатын, сұрақ қойыңыздаршы деп. Ал бірақ ол кезде ешқандай видеоның астына сұрақ қойылмағандықтан мен осы видеода да тағы да айтамын. Ал достар, видеоны көрген болсаңыздар лайк басыңыздар. Осындай жанрда видео түсіретін ұнап жатса, лайк басып комментарий жазып кетіңіздер. Сау болыңыздар, сіздермен болған мен Адис. Всем удачи, всем бай-бай.